Мен сұрағымды ұлттық экономика министрлігіне қойғым келеді. Құрметті Нұрлан Серікұлы, Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің Қазақстан халқына жолдауында қазақстандықтар өз кірістерінен, оның ішінде жалақыдан және кәсіпкерлік қызметтен түсетін салықтың жеке табыс салығының сараланған мөлшерлемелерін белгілеу қажеттілігі туралы мәлімдегені белгілі. Бүгінгі таңда жеке табыс салығының мөлшерлемесі 10% құрайды. Ал сараланған шкаланы енгізу жалақысы жоғары адамдардың табысы төмен адамдарға қарағанда көбірек салық төлейтінін білдіреді. Бұл ретте ұлттық экономика министрлігі жеке табыс салығының прогрессивті шкаласын енгізуден бюджетке қосымша түсімдер шамамен 40 миллиард теңгені құрауы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында республикалық бюджетке осы жылдың шілде айының соңына қарай 11,5 триллион теңге кіріс түсу керек деп хабарланды. Алайда 10,2 триллион теңге ғана түскен. Ал бюджеттік түсімнің басым бөлігі салықтан қалыптасатынын білсек, мұнда 7,7 триллион теңге деңгейінде күтілген, бірақ іс жүзінде 6 триллион теңге ғана түсті. Сонымен салық түсімдерінің жетіспеушілігіне байланысты бюджет тапшылығы тамыз айының басында 2,8 триллион теңгені құрады. Бұл жоспарланғаннан 27,5%-ға артық. Осыған байланысты сұрағым: егер жаңа салық кодексі қабылданбаса, 2025-2027 жылдарға арналған бюджетке түсетін салық түсімдері қалай есептеледі? Министрліктің ұстанымын білгім келеді. Рахмет. Экономика министрлігі. Оңбай Ұзақұлы, сұрағыңызға жауап беретін болсақ, өздеріңіз көріп отырсыздар, біз қандай бюджетпен келдік. Онда жалпы бюджеттің түсімдері 15 триллион теңге көлемінде анықталған. Оның ішінде жаңа салықтық түсімдері бар, ең басты кірістің көзі. Және оның сыртында жаңағы басқа да трансферттердің есебінен және бюджет тапшылығын 4 триллион деп айтып отырмыз. Соны қаржыландыру есебінен біз кірістің, шығыстың 25 триллион бөлімін қаржыландыратын боламыз. Салық кодексіне келетін болсақ, әрине бір қатар жаңа айтып өтті, қаржы министрде, ол жерде де мемлекеттің кірісін көбейтетін резервтер бар. Біз тиісті ұсыныстар жасадық. Оны бірге сіздермен қарайтын боламыз, ақылдасып. Рахмет.